Қазақстан Республикасының минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталығының қызметкерлері 20 жылдан бері қара тақтатас кендерін өңдеу мәселелерін шешіп келеді. Ванадий және басқа да сирек металдарды алу бойынша зерттеулер әлі де жүргізілуде. Қазіргі таңда осы орталықтың жас ғалымдары Қазақстанның қара тақтатас кендерінен қайталама қуат көздеріне арналған ванадий электролитін алу технологиясын әзірлеуде. Олар үлкен өнеркәсіптегі үлкен көлемде өндіріліп жатқан энергияларды өзіне сақтай алады. Олардың артықшылығы үлкен көлемде энергияны өзіне сақтайды және ұзақ жұмыс жасау циклы болып табылады. Салыстырмалы түрде ванадий электролиттер, ванадий редокс аккумуляторлары 10.000 циклдан астам жұмыс істейді, ал салыстырмалы литий ионды батареялар 5.000 циклға дейін жұмыс жасайды. Бұл аккумуляторлардың ерекшеліктері, олар толық разрядаудан қорықпайды және артық үлкен сенімді энергияны шексіз қабылдай береді. Және де кез келген температурада жұмыс жасай алады. Бұл жүйенің негізінде, ванадий электролит негізінде ванадий металл болып табылады. Ванадий металы бұл жерде анодта, катодта болып жұмыс жасайды. Мысалы, жүйеде ванадий 5 катод, ванадий 3 анод болып табылады. Яғни олар, мысалы, қазіргі заманға дамып жатқан жасыл энергетикада, мысалы, жел энергиясын қабылдайды. Және де жүктеме қосылған кезде, оның қабылдаған энергиясын өзінің электроэнергиясы ретінде бізге бере алады. В принципе, вот сегодняшняя тема, к которой мы сегодня приехали, это новые веяния, которые происходят сегодня в казахстанской науке, финансирование различными способами, в том числе отдельно сейчас выделены финансирование молодых, достаточно крупными грантовыми объемами финансирования. И вот нам удалось в одном из этих конкурсов, одной из тем, одержать победу. Мы уже 2 года работаем над этой проблемой. Бұл жобаның басқадан айырмашылығы ғалымдар аммоний метаванадатын оттегісіз ортада күйдіреді. Яғни тотықсыздандырғыш ретінде метаванадаттың өзінен бөлінген аммиак қолданылады. Осылайша жүйеге тотықсыздандырғыш қосылмайды. Нәтижесінде ванадий 4 және 5 тотығының қоспасын алады. Бұл қоспа күкірт қышқыл ерітіндісінде жақсы ериді. Әрі қарай электролиз кезінде төменгі ванадий тотықтарының түзілуін одан әрі жеңілдетеді.